Мына препаратта көріп тұрғандай, бүгін мыйшықты талдайтын боламыз. Ең бірінші бізге не нәрсе важно? Ең бірінші әрине оны микроскопта анықтап, препараттың атын дәл айту. Мен мына жақта әрбір препараттардан микроскоптағы видеолары бар. Енді осыны көрсетейін. Мыйшықты басқа қандай препараттармен көбісі шатастырып жатады. Мысал ретінде үлкен ми сыңарлары және де жұлын. Енді осы мыйшықты ажырату үшін біз ең бірінші не нәрсені табуымыз керек. Былай препаратты микроскопқа қойып берген кезде оны андай жылжыту арқылы біз ең бірінші не нәрсені табамыз. Мынау қатаң түрде бір қатар түзіп орналасқан алмұрт тәрізді жасушаларды табамыз. Осы алмұрт тәрізді жасушаларды көрген кезде бірден мыйшық екенін айтсақ болады. Одан кейін мынау көріп тұрғандай видеода анатомияда айтып кеткендей, былай древо жизниді байқалсақ болады, өте әдемі препарат. Енді мынау препараттың өзін талдауға келетін болсақ, ең бірінші препараттың аты мыйшық, одан кейін оның бояуын айтамыз. Бояуы күміспен импрегнацияланған. Күміспен импрегнацияланған кезде ол өте жақсы боялады. Себебі орталық жүйке жүйесінің мүшелері олар көбінесе көп бөлігі, то есть май құрайтын болады. Ал біздің май ол ауыр металдармен жақсы боялады. Осы күміспен импрегнацияланған кезде оның ағзатын мына 5 номермен берілген және де мынау 1-ден 4-ке дейін көріп тұрған сұр затыны бояйды. Енді осы сұр заты орналасқан нейрон денелеріне байланысты бұны 3 қабатқа ажыратқан. Ең бірінші мына көріп тұрғандай бір цифрамен берілген бұл молекулалық қабат. Енді осы молекулалық қабатты айтпай тұрып, оның ең сыртынан қаптап жатқан жұмсақ қабатын айтып кетейік. Мына жақта жұмсақ қабаты орналасып тұр. Яғни біз білеміз, орталық жүйке жүйесінің мүшелерін олардың сыртынан 3 қабатты қаптайды. Ең сыртынан қатты қабат, одан кейін торлы қабат және де ең соңғы жұмсақ қабат. Жұмсақ қабат, осы қабаттардан тек қана жұмсақ қабат гистологиялық препараттарда көрінетін болады. Енді осы жұмсақ қабат ол бұрпылдақ дәнекер тінінен тұрады. Одан кейін ондағы орналасқан көптеген қан тамырлары болады. Бақтан мына препаратта көрсетілмеген. Енді молекулалық қабаттың өзіне өтейік. Молекулалық қабат деген кезде ең бірінші 2 затты еске түсіруіміз керек. Біріншісі ол жұлдызшап пішінді келген нейрондар, екіншісі ол себет тәрізді нейрондар. Мынау жұмсақ қабатқа жақын орналасқан, ол бұл жақта көбінесе жұлдызшап пішінділер орналасады. Ал мынау екінші қабат ганглионды қабатқа жақын орналасқан, бұл жақта себет пішінді нейрондар орналасады. Мынау жұлдызша пішіндерін олардың өзін 2-ге бөледі, майда және де ірі деп. Ал мынау себет бұлардың дендриттері өз қабатында мынау қатпарларға параллель орналасады. Параллель. Ал мынау аксондары, бұлар мынау ганглионды қабатқа барып, осы алмұрт тәрізді пішінділермен синапстар құрайтын болады. Одан кейін мынау жұлдызшалардың да, бұлардың да аксондары кетіп, ганглионды қабатпен синапс еді, ал дендриттері өз қабаттарында қалып қалады. Одан кейін тағы да көріп тұрғандай, бұл жақ аса қатты күңгірт емес, бұның себебі бұл жақта көптеген нерв талшықтары орналасады. Ал енді мынау ганглионды қабат туралы айтатын болсақ, ең бірінші бұл жақта алмұрт тәрізді нейрондарды айтамыз. Бұлар 60 микрондай тұрады диаметрі. Одан кейін бұлар қатаң түрде бір қатар түзіп орналасады. Бұлардың аксондарын, то есть бұлардың аксондары мынау боз затына дейін барады, ақ затына дейін. Одан кейін коллатеральды айналып келіп, көршілес орналасқан алмұрт тәрізді жасушамен бұлар синапс құрайтын болады. Ал бұлардың дендриттерін жақсы ажырата аламыз. Мына жақтарда дендриттер орналасқан. Бұл дендриттері молекулалық қабатқа барып, сол молекулалық қабатта орналасқан нейрондармен
синапстар құрайтын болады. Ганглионды қабат туралы осы. Ал енді үшінші бұл дәндік қабат. Дәндік қабат туралы не айтуға болады? Бұл жақта өте күңгірт боялған. Бұның себебі бұл жақта ұсақ келген өте көптеген майда нейрондар орналасқан. Одан кейін бесінші номер берілген бұл мышықтың ағзаты. Ағзат туралы не айтуға болады? Ағзаты бұлар көріп тұрғандай ашықтау ақ түсті боялған. Бұның себебі бұл жақта көптеген нерв талшықтары орналасқан. Және де бұл жақта күңгірттеу болып келген бұлар шван жасушаларының ядролары.